Қазір менде мына жерде 1 литр, мына жерде бір 700 грамдай барды. Осыны неге құйып аламыз? Жаңағы сокожималкамыздың ыдысына. Мынаны қазір төңкеріп, тұндырып қоятын болады, астына қарай. Қалғанын кішкене су қосатымыз. Қараңыздар, менде кәдімгідей ашып тұр мына айран. Қазір ішіне мұздай су қосатын боламыз. Достар, мен мына баклажканы босатып, мына көпшенге құйып қойдым. Қазір мына құйған ыдысымызды екіге теңге бөліп алдым. Қазір бөліп айналдыратын боламыз. Ал бисмилля деп. Міне қараңыздар, майы кәдімгідей шығыпты бетіне. Қазір қолымызды суға малып аламыз. Сол кезде біздің жаңағы майымыз қолымызға жабыспайды. Енді қазір әжептәуір май шықты. Бисмилля. Не қараңыздар, қанша май. Жанында тұрып қалған майлар бар еще. Қазір бір-біріне үстіне тастаған кезде мына пиаладағы майымыз арасында суы бөлініп шығады өзі. Енді бұл айранымызды тастамай, біз көже жасасақ та болады. Қазір мен сіздерге көже жасау жолында көрсететін боламын. Сіздерге мына жаңағы сары майды жақсылап көрсеткім келіп тұр. Әлі де суынан ажырап шығып жатыр. Қалған суын құйып тастаймыз. Достар, енді мынау қазір мен екінші көпшіндегі айраным. Қазір осыны қосып тағы айналдыратын боламыз. Сап-сары болып шыққан. Қазір осыны сүзіп алатын боламын қолдың көмегімен. Кейін сіздерге көрсетемін. Міне көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде өзінің суы бөлініп шығып жатыр. Кішкене осы бір-бірінің үстіне қарай жылытсаңыздар, суы өзінен бөлініп шығады. Яғни айран ғой, былай айтқанда. Майлылығымен бөлініп шығады. Және оны төгіп тастай саласыз. Енді бұны жақсылап жуып аламыз, көріп тұрғандарыңыздай. Мұздай суға жуып аламыз. Литрден шыққан айранымыздың мынау сары май. Егер де сіздер көбірек жасайтын болсаңыздар, көбірек сары май шығу керек. Мына көріп отырсыздар ма? Айналдырған сайын арасындағы, мен қазір бір жуып алдым, арасындағы су, яғни болмаса айран шығуы мүмкін. Жағдайында осылай жасап алуға болады. Бөліп айналдырып алсаңыздар болады. Ал қалған айранның суын сіздер көже жасауға болады, немесе құрт жасауға болады, сүзбе жасауға болады. Өзіңіздің қалауларыңызша
Сондықтан менің оқырмандарым өткенде өтініш жазған комментарийға айраннан жасаңызшы деп. Міне достар, айраннан жасалған сарымай осы. Сап-сары, өте дәмді. Қолдың, егер өзіңіздің қалауларыңызша тұз қосып жасауға болады. Мен өзім тұзды қаламаймын, сондықтан тұз қоспай балаларға өзіміз осылай жейтін боламыз. Сіздер қалауларыңызша тұз қосып үйге таңғы асқа ыстық нанмен жесеңіздер өте дәмді, сондай.